Акча жыйнап өнүмдөө, картамен төлөм, бул тууралуу ким айтат, алдануудан ким сактайт? Акча тууралуу ол айтат. Болса балаңыз рапшыл. Фин Батыр каржы әлемінің кахарманы. Банктык карта. Егер әрдайым тырыссаңдар, міндетті түрде табыс күтіп тұрады. Міне, қараңдаршы, жарайсыңдар. Үлкен болдыңдар. Ата-аналарың мақтан тұтады. Сендерге сыйлық жасайын деп шештік. Не деген керемет зат. Ей, қайда бара жатсыңдар? Ата-аналарыңның сөзін аяғына дейін тыңдамадыңдар ғой. Не болды? Төлей алмай тұрсыңдар ма? Сол үшін ата-ананы тыңдау керек. Акча жыйнап өнүмдөө, картамен төлөм, бул тууралуу ким айтат, алдануудан ким сактайт? Фин Батыр балаларға ерекше қаһармандықпен көз тастап, артық сөзсіз бәрін бірден түсінді. Сөйтіп айта бастады. Баяғыда тиындар мен купюралар ғана болған кезде адамдар ақшасы бар дәу әмияндарды көтеруден шаршайтын. Көбінесе алаяқтар үлкен әмиянды көріп, адамды оңай тонап алатын. Сондықтан шеберлер банктік картаны ойлап тапты. Және бәрі банктік карталарды пайдалана бастады. Себебі бұл ыңғайлы және қауіпсіз. Содан кейін өзін қорғау қажеттілігі туындады. Осы үшін де пин-код ойлап табылды. Бұл қатарынан 3 рет қате енгізсеңдер, картаны бұғаттайтын сандардың құпия комбинациясы. Сондықтан пин-кодтарыңды есте сақтаңдар және оны ешкімге айтпаңдар. Ал енді ата-аналарыңа барып, пин-кодты біліп алыңдар. Рахмет айтуды да ұмытпаңдар. Банктік карта. Бұл сатып алған зат үшін төлеуге, сондай-ақ достарыңа ақша аударуға мүмкіндік беретін төлем құралы. Пин-код. Сендерді алаяқтардан қорғайтын сандардың құпия комбинациясы. Пин-кодтарыңды ешкімге айтпаңдар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл тағы да мен, сендердің достарың Фин Батыр. Бүгін біз банктік картаға арналған сәнді чехол жасауды үйренеміз. Аналарыңның ескі қажет емес сөмкесі, немесе әкелерінің пальтосының бір бөлігі керек. Рұқсат сұрауды ұмытпаңдар. Ал мен мынандай әдемі парақ алдым. Жолақты кесеміз. Жолақ картаның өзінен кеңірек және шамамен 3 картаға тең. Көріп, бүктейміз. Енді осы жерлерде түймелерді тігеміз. Шеттерін қалың және мықты жіптермен тігу ғана қалды. Біздің чехол дайын. Мен осылай безендірдім, ал сендер өздеріңдікін ойлап табыңдар. Банк картасына мұқият қарау өте маңызды. Оның жұмысын тоқтатуға әкелетін механикалық зақымдануды болдырмау керек. Енді әдемі чехолымыз картамызды қорғайтын болады.
Ақша жинап үнемдеу, картамен төлем төлеу, бұл туралы кім айтат, алданудан кім сақтай? Ақша туралы ол айтат, болса балаңыз тапшыл. Финбатар қаржы әлемінің қаһарманы.